Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді балық дайындаймыз. Яғни біз қазір сон деген балық алып келдік. Қазір осыны ең оңай тәсілмен дәмдеп дайындаймыз. Бұл сон деген балық бір жақсы жері қылтығы жоқ. Балаларға да жеуге ыңғайлы. Қылтығын теріп отырмаймыз. Өте дәмді. Мен көбіне кішкентай қылып тураймын, тез пісу үшін. Мағалатты. Мамаң, нана бала. Балығымызды турап болғаннан соң жақсылап жуып аламыз. Жақсылап 2-3 қайтара жуамыз. Осылай тұздап аламыз. Тұзды енді қатты көп емес, қатты аз емес. Өзіңіз көз мөлшермен қоса беріңіздер. Тұздап жарты сағат немесе 20 минутқа қойып қоямын, тұзы сіңу үшін. Пісіретін кезде тағы да бір қайталап жуып аламыз. Үйде тоңазытқышта жұмсарып қалған қызанақтар болса, осындай керектіге жаратуға болады. Яғни 2-3 қызанақ жетеді. Жұмсақ болу керек, сулы болу керек. Оны жақсылап теркіден өткіземіз. Содан соң оған 3 тіс чеснок қосамыз. Чеснокты да осылай теркіден өткіземіз. Оны өткізіп болғаннан кейін кішкене ғана укроп турап жібереміз. Укропты турап, барлығын бірге чеснокты, қызанақты жақсылап араластырамыз. Менің балығымның дәмінің ерекшелігі осы соусында. Бұл соусты балығыңыз піскеннен кейін осы соусқа балықты малып отырасыз. Ыстық кезінде. Мінекей достар, балығымыз дайын. Иісі деген өте әдемі шығып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер осы тәсілмен. Оңай әрі өте дәмді. Егер де сіздерге видеомыз ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.